Енді сіздерге қазір тағы да бір адамдағы тамақтанудың бір зиянын айтайын. Қазіргі кезде көпшілікте мына витамин аз дейді. Әртүрлі витаминдерге анализдер тапсырып жатамыз, витаминоз. Білесіздер ме, витаминді жесеңізде сізде не үшін ол көтерілмейді? Өйткені бізде сол жеген заттың сіңдіру үшін бізде асқазан ішек жолында не бар? Бүрлер бар. Мынандай бүрлер. Көрдіңіздер ғой? Осы бүрлердің арасының барлығы зиянды заттармен, токсиндермен және жеген наннан қалған глютендер бар ғой? Тәтті тамақтікі бар, осы глютендермен бітеледі. Сіз енді бағана витаминіңіз бар, овощи, фрукты жейсіз, ол келеді, мына жаққа келеді. Негізі мынадан астына қарай сіңбейді. Мына жерде астында қан тамырлар бар, капилляр. Содан кейін ол үлкен қан тамырға қанға түседі дағыны, керекті жерге жету керек ағзаларға. Енді сіздің жеген затыңыз сіңбейді, өйткені мына жер бітеліп қалған. Сол себепті ол ары қарай қайда кетеді? Ол ары қарай туалетке кетеді, әжетханаға кетеді. Сол себепті жеген витаминдеріңіздің толық сіңу үшін міндетті түрде ішекті таза ұстау керек.